Ақшасыз отыра бергенім жетер дедім де жата кеттім. Ал әзілдерімізді баста. Әйел болу қиын іс, үнемі бір нәрсе ашуландырып тұрады. Күйеуіңнің тығып жүрген ақшасын әр аптада ақтара бермей-ақ қой. Байғұс біраз жинап алсын. Демалысымды керемет өткізіп жүрмін. Яғни ішіп жатсың ғой. Дәл солай дедің ғой. Бір уақытта резко жоғалып кеткен жігіт өз бывший қызына сообщение жазып жатыр. Кешір, 2 жыл хабарласпай кеттім. Көңіл күй болмай жүрді. Әйел мен күйеу үндемей диванда отыр ғой. Сонда әйел: бір түрлі ішім пысып отыр. Күлкілі бірдеңе айтшы. Күйеу: өмірге деген жоспарымды айтып берейін бе? Күйеу бала диванда телевизор қарап отыр. Сол кезде енесі қолына сыпырғы ұстап өтіп бара жатыр екен. Күйеу бала: апа, үй жинайын деп жатырсыз ба? Әлде бір жаққа ұшып бара жатырсыз ба? Түнде ұйқысынан оянған баласы: мама, қарным ашты. Ұйықтай берші жан, үйде тамақ жоқ. Ендеше сіздер әкеммен деп неге жасап жатырсыздар? Ерлі зайыптылар тауға барады. Әйелі айналаға тамсанып: мына көрініс сондай ғажап, тіпті тілім байланып қалғандай болды. Күйеу: дәл осы жерге көшіп келгім келіп тұр. Тергеуші: қылмыскер туралы ештеңе белгісіз, тек қана ол мұғалім болып жұмыс істейді деген ақпарат бар. Кстати, мен сіздің фамилияңызды ұмытып қалдым. Подозреваемый ше: ал басыңызды үйде ұмытпай келдіңіз бе? Чебурашка Генамен сөйлесіп отыр. Ген, бізге шапақляк 10 апельсин жіберді. Мен санап шықтым, әрқайсымызға 8-ден келеді. Чебурашка, сен дұрыс санамағансың ғой. Қалай санайсың өзің біл, бірақ мен өзімнің 8-ін жеп қойдым. Әкесі алғаш рет парашютпен секірмек болады. Секірсін әйел мен баласы қарап тұр ғой. Әкесі жерге қонады да қозғалмай жатады. Әйел баласына: балапаным, барып қараш, әкең тірі ме? Дем алып жатыр ма? Бала біраздан соң келіп: әкем дем алып жатыр, бірақ қасында дем ала алмайсың. Ауылға келген немересі атасына: ата, Wi-Fi бар ма? Бірдеңе қарап, біреумен сөйлесейін деп едім дейді. Атасы сәл ойланып: ол не? Немересі күліп: интернет қой, телефоннан видео қарап, біреумен сөйлесу үшін. Атасы басын изеп: солай ма екен? Онда былай істе. Қора жаққа барып, сиырға шөбін бер, сосын отырып қалай жейтінін бір қарап ал. Кейін тауық қорасын тазалап шықта, тауықтармен бірге қанша қаласаң сайрай бер. Комиссия мүшесі: қош келдіңіз. Мемлекеттік қызметке орналасуға ниет білдіріпсіз. Айтыңызшы, сіздің ойыңызша жақсы мемлекеттік қызметкер қандай болу керек? Үміткер: тәртіпті, жауапкершілігі жоғары, халыққа адал қызмет ететін адам болу керек деп ойлаймын. Дұрыс, енді соңғы бір сынақ. Осы қаламды менен байқатпай алып кетіңізші. Қалай? Ұрлап па? Өз қабілетіңді көрсет, қандай амал қолданар едің? Жоқ, кешіріңіз, менің ондай қабілетім жоқ. Ұрлық жасамаймын. Сіз бұл орынға лайық емессіз.